Алматы қаласының тұрғындарының 65%-ы 2022 жылғы қысқы Олимпиада ойындарын өткізуді қолдайды. Тек 13%-ы ғана қарсы шыққан. Бүгін мұндай статистикалық мәліметті баспасөз мәслихатын өткізген арнайы комиссия өкілдері мәлімдеді. Олимпиаданы өткізген елдер экономика жағынан еш уақытта ұтылған емес. Сочи 1,5 миллиард доллар пайда тауып отыр. Ең ақырғы кездегі Сочи. $1 егерде жұмсалған болса Олимпиадаға, орта есеппен 2,5, 2,7 доллар ұтыс болады Олимпиададан. Қаңтардың 6 күні Швейцарияның Лозанне қаласында Алматы 2022 тапсыру беру комитеті Алматы қаласының дайындығы туралы таныстырған. Ал Халықаралық Олимпиада комитетінің бағалау комиссиясы ақпанның 14-18 аралығында Алматының дайындығымен танысатын болады. Одан кейін бәсекелес қала Бейжіңге аттанады. Халықаралық Олимпиада комитетінің басты талабының бірі экологиялық ахуалды жақсарту. Арнайы комиссия өкілдері 8 жылдың ішінде біршама жақсартуға болады деп отыр. Алайда алда әлемдік қаржы дағдарысы келе жатқанда мұндай спорттық шарадан бас тарту керек дейтіндер де бар. Біздің қазір алда келеткен экспо бар әлі. Соған қыруар ақша керек. Өте шешілмеген маңызды, одан да шешілмеген маңызды шаруалар көп, конечно. Ұмытпау керек Афиныдағы Олимпиаданың несін, қазіргі Грецияның жағдайын. Қазіргі Грецияның жағдайы жаман, өте. И соғылған Олимпиадаға соғылған объектілер қазір құрдан босқадан тұр. Бір пайдасыз.